Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен қыс мезгіліне арнап тұздалған қытырлақ ең дәмді қияр жабатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, бұйырса қиярыңыз атылмай қыс мезгіліне жақсы сақталатын болады. Ең алдымен бізге керегі ол балғын қияр. Біз оны жақсылап жуып, тазалап, екі жанын кесіп, суға 3 сағаттан аса уақытқа қойып қоямыз. Тұздалған қиярымызды жабу үшін бізге қажет заттар ол сірке суы 70%, шекер, тұз, сарымсақ, ащы бұрыш, хрен жапырақтары, лавр жапырақтары және де зонтики укропа қажет болады. Банкілерімізді алдын ала жақсылап жуып, тазалап, ыстық суға 5 минуттан аса уақыт булайтын боламыз. Банкілеріңіздің аузы сынық емес, жарық емес болу керек, мұқият оны қарап шығыңыздар. Суын төккен кезде қара бұрышы төгіліп түсіп қалмас үшін ең алдымен қара бұрышын саламыз. Содан соң лавр жапырағын, укроп жапырақтарын, хреннің жапырақтарын осылай салып шығамыз. Содан соң қиярымызды салатын боламыз. 2 литрлік банкіге осылай хреннің жапырағын біреу немесе екеуін сындырып осылай үстіне саламыз. Лавр жапырағында екеу немесе үшеуден саламыз. Зонтики укропадан біреу салсаңыз жетеді. Сарымсақ қиярды жұмсартады деп жатады. Сол себептен менде ірі осындай екеуден немесе үшеуден саламын. Осылай турап салсаңыз да болады. Ащы бұрышты осылай біреу саламын, үлкенірек. Егер кішірек болса, екеу салсаңыз да болады. Барлық дәмдеуіштерді салып болғаннан кейін қиярымызды сыйымды етіп, нығыздап, осылай салып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай банкіміздің жартысын нығыздап, осылай қиярымызды тігінен салып шықтық. Енді болгар бұрышын айтуды ұмытып кетіппін сіздерге. Оны да арасына нығыздап салып шығамыз, және де жарты банкімізді көлденеңінен қиярымызды қойып шығатын боламыз. Менде осылай 5 килограмм қиярдан 9 литр тұздалған қияр шығады. Осылай қайнаған ыстық суды үстіне құйып шығатын боламыз барлығына. Қақпағын жауып, шамамен 10 минутқа қойып қоямыз. Одан соң бұл суды төгіп тастап, басқа қайнаған су құйып, тағы да қойып қоятын боламыз. Менде шамамен 10 минут уақыт өтті. Арнайы суын төгіп тастауға арналған осындай қақпақты кигізіп, барлық банкіміздің суын төгіп тастайтын боламыз. Содан соң екінші қайтара қайнаған ыстық суымызды құйып, қақпағын жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Шамамен 10 минут өткеннен кейін бұл суын да төгіп тастаймыз. Содан соң үшінші кезекте тұзын, шекерін, сірке суын құйып, банкімізді жабатын боламыз. Достар, бізде 10 минуттай уақыт өтті. Мына екінші суын төгіп тастап жатырмыз. Толық барлығын төгіп тастадық мына жерде. Енді үшінші кезекте мына шекерін, тұзын және сірке суын құйып, банкімізді толығымен жабатын боламыз. Мен 2 литр банкіге шамамен 3 ас қасық шекер салатын боламын, және де 1 қасық тұз салып, 1 қасық сірке суын құямын. Тұздалған қияр болғандықтан суын 2 қайтара төгіп тастап, үшіншісінде жабамыз. Егер қызанақ жабатын болсаңыз, суын тек 1 рет қана төгіп тастап, екіншісінде жаба беретін боласыз. Өйткені қызанақ жұмсақ, қатты езіліп кетуі мүмкін. 2 литрге және 1 литрге тұзын, шекерін және сірке суын қанша мөлшерде салу керек екенін описанияға толығымен жазып қалдыратын боламын. Қазір барлығын салып болдық. Енді ыстық суымызды жаймен құйып отырып, банкімізді жаба береміз. Сірке суын қосатын кезде алдын ала тексеріп, сенімді болған кезде ғана қосқандарыңыз дұрыс. Күнделікті пайдаланып жүрген. Өйткені сірке суы да самопал болып қалуы мүмкін. Сол себептен сіздің банкілеріңіз атылып кетуі мүмкін. Барлық қағидаларды сақтап, дұрыс рецептпен жабылған банкілер ешқашан атылып және де ашып кетпейді.
алдын ала сенімді, тексерілген рецепттермен пайдаланғаныңыз дұрыс. Мен бұл тұздалған қиярды жапқаныма 7 күннен уақыты асты. Жылда осы рецептпен жауып отырамын. Сенімді, тексерілген. Барлығыңызға осы рецептпен жабуға ұсынамын. Барлығыңызға менің пайдам тигеніне өте қуаныштымын. Банкілерімізге дәмдеуіштерін, тұзын, шекерін, ыстық суын барлығын құйып болдық. Соңғы штрих банкімізді жабатын боламыз. Қақпағы сенімді, жақсы, сапалы болу керек, толық жабылу үшін. Және банкі жапқышпен осылай ақырындап бұрап отырып жабатын боламыз. Банкіңізді жауып болғаннан кейін тұзы мен шекері еру үшін осылай жатқызып домалатамыз азғана. Содан соң банкіңізді төңкеріп қоятын боласыз. Егер қақпағынан кішкене су тамшылап тұрса, қақпағын екінші рет қайталап банка жапқышпен бұрап жіберуіңіз керек, немесе қақпағын ауыстырғаныңыз дұрыс. Банкілеріміздің барлығын жауып болдық. Сірке суын құйғаннан кейін қиярдың түсі мына жерде өзгерген. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп және де лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де тұздалған қияр жапқан болсаңыз, өзіңіздің рецептпен бөлісіп комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Банкілеріңізді жауып болғаннан кейін банкілеріңізді төңкеріп, жылы орамалмен немесе сүлгімен толық суығанға дейін орап қойыңыз.